12-ші аудио мәтін. Тұңғыш академик. Қазақтың тұңғыш академигі Қаныш Сәтбаевтың ерен еңбегі үшін алған көптеген марапаттары бар. Қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ұйымдастырушысы әрі тұңғыш президенті, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, КСРО және Қазақ КСР ғылым академиясының академигі және тағы басқалар. Ғылыми мемлекеттік сыйлықтардан бөлек, Жоңғар Алатауы жотасындағы мұздық пен шың, Қарағанды облысындағы қала, Павлодар және Қарағанды жерімен ағып өтетін Ертіс-Қарағанды каналы ғалым есімімен аталады. Сонымен қатар Қазақ ұлттық техникалық университетіне, геологиялық ғылымдар институтына, Қазақстандағы бірнеше даңғыл, көше, мектептерге Сәтбаев есімі берілген. Тіпті бүгінде әлем аспанында қазақ ғалымы Қаныш планетасы қалықтап жүргенін біреу білсе, біреу біле бермейді. Кеңес одағының еңбек сіңірген астроном ғалымы Николай Черных 1979 жылдың 31 шілде күні ашқан ғаламшарына қазақтың атақты геологы Қаныш Сәтбаевтың есімін берген. Сондай-ақ ғалымның құрметіне Қаратаудағы ванадий кен орны рудаларында табылған Сәтбаевит минералы және академик Сәтбаев гладиолус гүлі аталған. Ал ғалымның туған жері Баянауылда мемориалды мұражай жұмыс істейді.